Құрметті Түркістан облысы Сарыағаш Келес ауданы тұрғындары, республикалық маңызы бар Жібек жолы Сарыағаш Жетісай тас жолының бойында қараусыз жайылып жүрген малдар саны өте көп. 2021 жылдың 11 айында қараусыз жайылып жүрген малдардың себебінен бірнеше жол көлік оқиғасы орын алған. Соның ішінде 3 адам қаза тауып, 4 адам әртүрлі дене жарақатымен ауруханаға түскен. Құрметті тұрғындар, малдарыңызды қараусыз қалдырмауларыңызды өтінеміз. Қараусыз қалдырған жағдайда Қазақстан Республикасының әкімшілік кодексінің 408 бабы бойынша жауапкершілікке тартылатындығын ескертеміз. Республикалық маңызы бар Шымкент-Самара тас жолының бойында Ордабасы Бәйдібек Сауран ауданы орналасқан. Құрметті тұрғындар, үй жануарларын қараусыз қалдырмауларыңызды сұранамын. Себебі жыл басынан бері бірнеше жол